Мен мына өкіметті түсінбеймін. Халық жағдайын айтып, бірдеңе сұрап баратын болса, ақша жоқ дейді. Бюджетте ақша жоқ дейді. Ал халық кредит сұрап баратын болса, оған ақша тауып береді. Жағдайы жоқ адамға көмектеспейді да, бірақ қарыз береді да. Жағдайы жоқ адамды в общем екі есе қораға тығып қояды да. Өткені былай ғой, халық мемлекеттің қамқорлығын сезінетін болса, ол еркін ойлы, еркін тұлға болып өседі да. Ал халықты қарызға батырып қоятын болсаң, ол еркін ойлы, еркін тұлға болмайды ол. Ол құл болады. Сол қарыз берген адамға бағынышты болады ол. Сол не десе, соның айтқанымен жүреді ол. Құл да. Құлда еркіндік жоқ қой. Ол өкіметке өкітіні. Бірақ өкімет мынаны түсінбейді. Құл қаптаған мемлекетте ертең ел қорғайтын азаматтар шықпайды. Құлдарға бәрібір. Қайқа барып, күнін көрсе де, қайда барып жұмыс істесе де құлға бәрібір. Қазір Қазақстанның 70-80% шетелге, Европаға, Америкаға, Англиясы бар ма, Кореясы бар ма кеткісі келіп жатыр. Өзі бәрі құл болып кеткен өзі. Өкіметке қазір саған 10 мың теңге беріп, 20 мың теңге қылып қайтып алғаны выгодно болып тұр, бірақ өкімет түсінбей тұр, миы жетпей тұр. Қазір болашаққа құятын болсақ ақшаны, ертең ол болашақ саған өскенде 10 есе қылып қайтаратын қаншама ғалымдар, білімді азаматтар шығып, осы мемлекетті дамытатын мемлекет түсінбей тұр, или түсінсе де қазіргі күнін, қазіргі құлқынын күйттеп отыр. Мінеке біздің өкіметтің сыйқы. Назарбаев бастаған, Тоқаев қоштаған ұлы мемлекет 35 жылда құл мемлекетке айналдық қой.